және махаббат. Бұл шүкір заңсыз өзек таралады. Керек емес сондай тема, хей, аузыңды жап. Жылдамдығым киланым бапе, жоғалып талпе, пайда бердім мамакен, оқытын керек кәде. Кесеміздегі әсе, шығыстансың бағасы, дейтін бөлімде жеке. Теңгең кетпес, шетелге кетсем, жастауым жетпес, нағым кетпес. Қаласың, өзіме қаласың, елікке келген жоқсың, дамай таласың, бұл кеш аласың, дамамай қаласың. Басама тауысың, өзіме қаласың, елікке келген жоқсың, дамай таласың, бұл кеш аласың, дамамай қаласың. Ашық кеткенде қайда барам деп ойладым я. Сен анау Нұрбол деген ағаң құтқарам деп жүгіріп жүр. Қайратыңды таста. Кімнің не істеп жүргенін маған бәрі білінді. Марат аға. Жоқ дедім ғой, Малика, жоқ. Марат аға. Малика, жоқ дедім ғой, жоқ. Қақсата бермеші адамды. Көмекке жігіттер жібердік қой. Қайық керек маған жігіт емес. Көп ашуланасың, саған жігіт керек. Не істеймін ол жігіттерді? Арқаларына отырып алып браконьерлерге жүзіп барам ба? Қаншама техника бос тұр. Техника емес, сен бос тұрған. Жалып жасама. Әкең қалай? Кім қарап жатыр? Жақсы, Гүлнар апа қарап жүр. Жақында кіріп шығар. Марат аға, бір қайық. Жоқ, жұмысшысы. Қанша? 100 килограмм. Қанша? Кереңсің ба не? 100 килограмм деп айтып тұрып қойсың ана адам құсап. Қайреке, ондай жоқ қой менде. Тыққан-пыққандарым бар шығар, қарап көрші алдыңа не? Саған өтірік айтып не істеймін? Бар болса сразу айтамын ғой. Тиіспе оған, ол бірудікі. Мұнда 100 килограммнан көп сияқты. Өтірік айтпаймын дейсің ма маған неше? Қайреке, саған өтірік айтып не істеймін? Просто сатылып кеткен тауар бірудың. Кімнен алдың? Кімнен дейсің ба? Мен алып отқанда бітті деп жатыр еді уже. Сен маған міңгірлеп тұрсың, Сен айтшы кімнен екенін, сосын біз өзіміз барып көреміз ғой, бар ма жоқ па ол адамдар. Сен ұмытқан түсінбейсің ба не? Кімнен деймін, Егіздерден алдым мен деген. Мен алып отқанда бітті деп жатыр еді. Ауылда Қызылтуда жүргенде өмірім теңізбен байланысты болады деп ойламағансың ғой. Бала кезде кембричный пулды армандайтынмын. Ондай секретный операцияларды орындап, қолыма қару ұстап, елімді қорғап дегендей. Ал қазір жүрісім мынау, балықтарды қорғап. Олар еще рахмет те айтпайды ғой. Ал сен полицияда не істеп жүрсің? Ақылды, сұлу қызсың. Былай күйеуге шығып, бала тауып үйде отыру деген ойыңда болған жоқ па? Мен просто
Өзіне көп алатын, көп сөйлейтін жігіттерден әлеп тазартсам деп армандағам. Вот бір-екі рет рейдқа шықсақ, сол арманым орындалып қалатын сияқты. Жоқ, сен негізі дұрыс түсінбедің. Мен Да. Түсінікті. негізі саған қандай жігіттер ұнайды? Балда бар, басын сүмірейді, тұрмын өме. Че адам, братан? Егіздерге барамыз ба? Егіздерге бар көріп. Бізде керек көлемде икра суарда ғана бар. Деген демейсің? Жоқ. Не жоқ? Бармаймыз олар. Бар, басып салбырап тұрғым келмейді. Не үшін? Артық сұрақ қоймашы, жігіттер. Бармаймыз дедім да, бармаймыз ғой. Тоқташы. Тоқташы. Родной. Не болды құттай бала ұқсап ренжіп? Отыр жарайды, барамыз. О, үлкен бастық кел. Ассалаумалейкум. Қалайсың, Қайыр? Көрінбей кеттің ғой. Нормально, братан, жүрміз ғой. Қал жағдайымыз білейін деп келген жоқсың ғой. Неге, брат? Жағдайларын сұрайын деп. Заодно бір тема болып тұр. Маған 100 килограмм икра керек. Ақшасы төленеді, как положено. Қанша? 100 килограмм икра бізде бар деп саған біреу айтты ма? Бізде не? Икра тарату жүрміз ба? Сен біз үшін баяғы сол балық тазалайтын күшіксің, түсіндің бе? Братан, күшік өсіп арлан болады. Арлан, қайт. Икра саған не үшін керек? Сату үшін керек. Сен не бізді лоқ деп тұрсың ба? Бізден арзан қалып, басқа біреуге қымбатқа сатып, пайда көрейін деп тұрсың ғой, да? Неге сразу солай ойлайсыңдар? Просто біреумен келістік, өзімізде объем жетпей тұр. Давай по делу, бар, жоқ, болды ғой. Қайыр, сен оныңда клиенттеріңді бізге жібер. Үстіне өз процентіңді аласың. Жігіттер, әңгіме былай, короче. Өтінішпен кеп тұрмыз. Сендердің икраларын сатып алып, басқа біреуге сатып үстіне процент көруге вообще желание жоқ. Сапар бауырымыз ұстап отыр. Орнына 100 килограмм икра талап етеді. Әңгіме осы. Уақыт аз. Базар жоқ, әдемі сөйлейді екенсің. Бірақ, Қайрат, бізге кімнің қалай қиналғаны? Иканы айт. Оның үстіне сендерге көмектесіп, сапармен жау болатын желание жоқ бізде. Айттым ғой, родной. Кеттік. Олжеке. Сапар. Ассалаумалейкум. Батыр. Олжеке. Жеке айтатын әңгіме еді ғой.
Айта бер. Маған анау даулы аймақтан балық аулауға рұқсат керек. Анадан аяқ көмектесе қалды десем, осыны пайдаланам деген екенсің ғой. Бәсе, неғып жанаши қалды деп едім. Олжеке, мен құр қол келген жоқпын. Мынау әзірге аванс. Ажырсынып көп нәрсені қалайды екенсің, Сапар. Олжеке, саған ол даулы аймақтан балық түгілі бақаулауға да рұқсат жоқ. Боссың. Боссың. Жарайды. Айттым, сөйлеспей қойық деп. Сапар десе тышат бұлыр. Жігіттер, икра іздеп жүрсіңдер ма? Ничего? Қанша ақшаларың бар? Қас, жоқ бош анасы. Енді сен қап едің. Өздерің білесіңдер? Брат. Короче, Шалбек дейтін көкемде икра дофига. Бірақ кім көрінген емес өлсе өлмейді. Егер дұрыс ақшаларың болса, кездесу ұйымдастыруға болады. Қай жер тұрады ол көкен? Лауыш. Сендер бара беріңдер, қазір келем. Өзім хабарласайын деп жүргем. Бір-екі күнде өтіп берем жігіттер. Бір-екі күнде мен өткіздің ғой. Карточный долг қандай екен білесің ғой? Өзің ғана емес, енді бала-шағаң қайықта тұрып атқан біліп алдым. Жүрем жігіттер. Бүгінге дайындап қоям. Не? Нәрсе? Осылай келе olmasa өзіңе келіп бермейтін сияқтысың ғой. Давай. Алло, Сабит. Сенде айдың соңынан қарса тиым бар ма? Болды. Игра ол жақта кездесек. Нұр балаған екеуің ренжісіп қалатындай араларында бірдеңе болды ма? Тағым болмасын.
Баяғыда бір екі бауыр өмір сүрген екен. Тату тәтті. Бірақ күндердің бір күнінде екеуінің арасына шайтан араласып, ренжісіп қалыпты дейді. Содан ағасы інісін көргісі келмей, екеуінің арасына дуал соғып алуда жоспарлайды. Өзеннің екі жағында тұрған екен. Тура сол кезде ауылға бір қарт шебер кеп қалады. Ағасы одан дуал соғып беруді сұрайды. Қарт шебер келіседі. Бірақ дуалдың орнына көпір соғып қойыпты. Таң ертең тұрып қараса, көпірді көреді. Содан жүрегі елжіреп, екі көзінен жас парлап, жүгіріп келіп, ағасының аяғына жығылып, кешірім сұрайды. Бұны не үшін айтып отырмын? Жай әшейін әңгіме болсын деген ғой. Егер Қайрат 100 килограмм экран алып келіп қоймаса, сен өлесің. Мен ұрысқа қорқытам деп ойлайсың ба? Созбай қазырақ өлтіре салсай? Ойбай. Қорқып кеттім. Маған қол аяғын шешіндер де, жасап тамақ беріңдер. Қалайсың? Не керек саған? Маған не керегін білесің. Қандай информацияң бар? Бір рет палыппен сөнбей бөгем ақы басыма түспейтін жарсың. Біраз ақпарат бердім, оның үстіне тегін. Қалғандарынан ақша алам. Ақпарат білгенше төле. А сен айта бер. Қарыздарыңнан шегеріп отырам. Қандай қарыз? Мен сені ақша алмаған. Отан алдындағы қарызы. Лаваш, маған істі қайташу қиын емес. Түрмеде отырасың, ойланасың. Қайрат менен басқа адамдарға информация таратып жүргеніңді білсе, оған ұнамайды ау? Қысқасы, Қайрат плотын болқа батқан сияқты. Үлкен көлемде икра іздеп жатыр. Шалбек деген саудагерден алмақшы. Тағы? Басқа ештеңе өлмеймін. Шалбек. Алло, Сәуле, қалайсың? Жай хабарласпайтын білесің ғой. Не ғой, Шалбек деген кісі таныс па саған? Я, сол есіме түспей тұр ғой. Любой информация керек. Қызыл ту? Сосын, тағы не ойлайсың? Шо?
Ага, рахмет. Менен бір обед. Давай. Қалайсың? Қашаннан бері тұрсың? Қазір кел. Қай жақтан едің? Қызыл ту? Шалбек деген кісіні танисың ба? Шалбек. Е, біздің ауылдың адамы ғой. Не ойлайсың ол туралы? Білгенде әкемнің танысы бір-екі рет бекіре бойынша істі болған. Болды. Түсінікті. Ана Шалбекте бізге керек килограмм бар ма екен? Уайымдамашы бала. Ода болмаса басқа біреуден табылады, по-любому. Мына жақ кезінде пустой еді ғой, базар жоқ өзгеріп кеткен деймін да. Ақша бәрін өзгертеді, родной. Ақша деген жақсы құл, бірақ нашар қожайын. Біз бұны тек қана құлып пайдаланамыз. Кеттік. Кім қойды мұнда, мұнан? Вот еще. Алып келдер. Әкәне. Көмләсам. Азат. Неғып тұрсың, кел. Сал, аяма. Арыш. Кел. Отыр. Саспа. Алыңдар. Сал, аяма. Осы балықта мынау мекірені. Сендер үшін қазір дайындадым. Алыңдар. Хити. О. Сәке. Сен қайда жүрсің, отырмайсың ба балағандар? Мен негіз біраздан бері сені байқап жүрмін. Жаман жігіт емессің. Адалсың. Жұмысқа ұқыптысың. Бәсеге, ондай адамдарды қатты бағалайды. Осында отқандардың, жүргендердің любой үшін тұрып беруге дайын. Сыртынан қатыгез болып көрінуі мүмкін, бірақ ешкімге сатқындық жасамаған. Негізі, кез келген жұмыста бір нәтижеге жету үшін қасыңдағыларға адал болуың керек. Иә, біреулер сияқты пайдаланып, лақтырып кетпей. Бәрін ақылмен жаса. Алып отыр. Хити, маған кету керек. Шаруа бар. Мына жерге өзің бас көз бол. Болды бәсеке. Көзім дұрба, құлағым құлақ. Еже, алып отыр. Сағады ма? Сен ба Қайрат деген? Мен. Екеуің ғана ма? Бәрі таза уайымдама. Тауар қайда? Ал мұның ақшаны тө. Жүрім, тез.
зәт мынау зәт шал сенің әңгімең 100 килограмм икра бар сияқты аласың ба тұра тоқта өзің сөйлесем қойшы ала берейікші басқасын тауып аламыз не істейсің ана көтіңе тығасың ба енді бізде басқа вариант жоқ қой Қайрат. аласыңдар ма алыңдар Сендер мені тосқылай кетсің. кет Қайрат Тоқта! қайда қашып барасың қайда қашып барасың саған қайда қашсың молодец жақсы жұмыс жасадың күнделікті жұмысым ол. Но бірақ именно осы жерде Шалбектің кездесуі болатынын қайдан білдің? Көп сөйлемей жұмыс істесең, сен де білетін едің. Все, кеттік. Сағат 9-да келем деп едің, қайда жүрсің, а? Аяқ асты рейд басталып кетті. Бір қызға жарасатын жұмыс жасасаң болмай ма осы саған? А? Ертең отырасың ғой, әкең құсап. Осы сенің менде бір келісетін күнің бола ма? Я, жарайды дейтін, а? Я. Әне, қырсық қызың келді. Тамағын ішіп ал, дәрілерін дұрыстап бер. Қалайсың? Бүгін браконьерлер тағы ұстай алмай қалдық. Қашып кетті. Кстати, Қандар нормальный сотрудник екен. Көп көмектесті бүгін. Біраз нәрсе біледі и нормально атады. Жоқ, пап, ғашық болып қалған жоқ. Точно ғашық болған жоқ. Бірге бір полицейский жетеді. Не істейміз? Көмекті адамдар іздейміз, а? Қудыртпашы Нұрбол. Өзің әрең өлім аузынан құтылғанда қайттан бара ойып желаниң бар ма? Я барам. Ол жақта мен братишкам қалды. Сенің кесірінен өліп кетуі мүмкін. В смысле менің кесірінен? Қайрат,
Дофига жігіт болып болсаң істемейсің бе до конца тірлігі? Аузыңа байқап сөйлеме. Не ана 10 жылдан кейін шығып алып ағаның рөлін ойнап тұрсың сен маған, а? Мен болмасаң Азатың бәрі детдомда жататын еді. Или осы кезде моласы құшақтап жоқ деп айтып отыратын ең, білесің бе? Аузыңа байқап сөйле, емай. И вообще, менің айтқанын тыңдаса, Азат мынандай косякқа кірмейтін еді. Менде бір идея бар, братан. Үкіметтің скланда экран танасақшы. А? Бақа, басың жасайма сенің. Еба бір барып, киоск тонайық дегенде айта салдың ғой сен. Жо, мен Сашкаға тиіп тұрған жоқпын. Сендер білесіңдер ме онда қанша охрана бар екен? Сосын үкіметтің затын тонау үшін нормальный срок ұстайсың. 5 жыл, 7 жыл емес ол саған. Қайрат, басы шешқұттай болды ғой. Атамның басына басыланба мен. Азат менің де братишкам. Қай жақта ол қойма? Иә, Сәке, не үшін шақырдың? Әлгі даулы территорияның мәселесі ғой. Жұрт сол үшін қазір бір-бірімен қырылысып жатыр. Сол үшін шақырдың ба? Басекең айтты ғой, жер бәріне ортақ деп. Сол әңгімені ана Олжекең дұрыс түсінбеген ақшамыз. Сен Басекең айтсашы, ананы шақырып алып, тағы бір рет жақсылап түсіндіріп жіберсін. Әйтпесе анау тура өзінің жеке меншігіндей көреді. Ешкімді кіргізбейді. Эх, Сәке, мен сені жақсы білем ғой. Одан да бірден тіке айтшыш, сол территорияны өзіме алғым келеді деп. Солай ма? Егер ол жерге мен жауапты болсам, мынандай қырғын болмас еді. Қысқасы былай. Басекең территорияны қалай бөлді? Вот солай жұмыс жасаңдар. Маған да Ринатқа да тыныштық керек. Басқа айтарың бар ма? Мен кеттім. Естуімше іште дофига икра бар. Короче, былай. Нұрбол Бақа менімен екеуің машинаның қасына көсін. Дайынсың ма? Сен маған мындай икра көп деп еді ғой. Примерно деп айттым саған. Мында 100 керекке жетпейді. Мен саған күтіп өкіметтің сқалын толап жүрмай.
Sen bir kalay gitti. Nasıl? Tapa 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 tapa. Все, жігіт, түсеміз. Тауар мұнда қойын. Осында күтеміз. Көшеде адам көп. Бензет? Не болды? Фуй. Не, мынау бекіренің екрасы емес қой. Мынау сазанның екрасы ғой. Фуй, твою дивизию, а? Сен көр осыдан кейін үкіметке. Не істейміз? Айтшы, идея сенікі қойна. Үкіметтің складын тонайық. Бұл өмірде мықты болу үшін күшті болу міндетті емес. Ең бастысы есебің дұрыс болу керек. Сонан кейін алысты көре білу керек. Билік дейді ол күш емес қой. Өмірдегі әртүрлі жағдайға бейімделе білу керек деген сөз. Ал сенің анау көкіңде ондай қасиет жоқ. Мен сенің не айтып отырғаныңсың? Жасик, мен сенің түсінігі мол жігіт екеніңді баяғыдан білгем. Маған билікті алып берсең болды. Территорияны өзіңе қалдыра берсең болады. Все. Билік қолында деп есепте берсең болады. Лаваш, қайдасың? Көмегің керек, кездесе аламыз ба? Қорықпа, бұрынғыдай емес, еңбегін төлейм. Лаваш, не миымды ашып тұрсың? Білем ғой, саған ақша керек екен. Бұлт көп сөйлемеш, сағаттан кейін персті күтем. Алып келем, я ақшаны. Давай. Қалайсың? Таң атпастан не істеп жүрсің? Жұмыс. Кешегі операциядан кейін бір апта демалыс алсаң да жарасатын еді ғой? Келгім келмеген документтерді алып кетуге келдім. Еще кездесуім бар. Кіммен? Жұмыспен. Бауыр, әкеш бе? Ұстаңдар. Ұстасына қойып қойшы.
Ұста. Тартасың өзің, қара. Қорықпай ұстайсың, тартасың. Түсің бе? Міне. Қорықпай шеше, тарт. Тарт. Осылай. Тарт шешті. Түсінбеймін. Қайрат сияқты ісінен сөзі көп адамның жанында сен сияқты жігіт не қылып жүр? Мен детдомға түскеннен бастап Қайрат көмектесетін. Сосын өзің қасына алып. Сонда ол кезде сенің ана Нұрболған қайда болды? Детдомға тапсырып өзі кетіп қалды ма? Соған ашулысың ба? Жоқ, тастап кетпеді. Сол үшін детдомға түстім. 10 жыл бұрын Нұрбол әкемді атып өлтірген. Солай де. Сен сияқты дым істемей, мамамның өлгенін күтіп жүрген жоқ. Саған айттым ғой, ақшаны өзім табам деп. Мама емес, сен өлу керексің. Нұрбол аға. Көзімді ашшы, папа. Папа, көзімді ашшы. Папа, өтінем, көзімді ашшы. Тұршы, папа. Папа. Не істедің сен, а? Не істедің? Не істедің? Мен сапарға барам. И чё? Барып не дейсің? Сәке ренжімен біз байқамай ауышып сазанның икрасына кеп қойыппыз дейсің бе? Бір нәрсе келісіп көрем. Родной, мен Сапардыңнан 5 саусағындай білем. Өтпейді оған ондай әңгімелер. Крупа, сен Сапармен сөйлесіп келісіп те көрген жоқсың. Келісуге болса баяғыдан келіспейін ба? Жүрем ба ар жерден икраз деп? Короче, менде бір идея бар. Бірақ апасен. Қандай? Бақа. Базада қалған 2 контейнер қара экран әкеш. Оны не істейсің, братан, бәрібір жетпейді ол. Накөз сенен. Көп сөйлеме айтқан істешейші. Қандар? Малика, мұнда не істеп жүрсің? Сен көріп қалдым, сосын келгем. Оның үстіне жұмыс көп. Теңіз тыныш жатқызама. Дұрыс. Теңіздің сырын білгің келсе, ортасында жүру шарт емес. Жағасында тұрып, көз жүгіртсең, және тыныш қана құлақпен тыңдасаң, теңіз өз-ақ бәрін айтып береді. Көмек керек болса айтарсың, осындамын. Жақсы. Керек емес. Кеттім мен. Болып жігіттер бізге тездету керек. Кейін Сапармен после не істейміз. Кейін білсе біле берсін. Бастысы малойды алып шықсақ болып ма?
Не болды, істеші енді бірдеңе. Білмеймін, Малика от алмай жатыр ма? Ішінен бір нәрсе кеткен сияқты. Біреу арба жасайтын шақырайық іштен. Базада ешкім қалған жоқ. Бәрі кетіп қалған мотористердің бәрі. Сүндіріңші тақташы. Ваш. Неге алмайтын, о? О, Қайрат. Келмейді ғой деп ойлап ем сені. Кесілген тауар айтылған уақытында келді. Ашып көрейік. Мүмкін бос шелек алып келген шығар. Шынымды айтсам, сенің қолыңнан шаруа келеді деп ойламап ем. Кешір. Бала, өсіп қапты, ә? Өскен. Уәденің аты уәде. Адамыңды алып кет. Алой. Кеттік. Сапар, саған бір ақылым болсын. Адамдарға көп сене берме. Особенно Нұрболға. Крашка мынау? Мал! Не мынау? Мені қашан алдап кетер екен деп күтіп жүргім келмейді. Қысқасы мен осында қалам. Азат, мына шелектеріңді алды. Жоқ болың. Крупа, маған ол жақтан по-любому врачканы алып шығу керек. Қадна, қалай шығара аласың сен? Саған бір совет берейін ба? Кетіп қалсын маған. Түбі жақсылыққа апармайын да. Менде басқа вариант жоқ. Короче, Крупа, мен сенімен біргемін. Қазіргі жастар бетімен кеткен. Бірін-бірі алдауға дайын тұрады. Сондықтан да бәрін жинап ортақ тәртіп орнату керек. Дұрыс айтасың ол жөке. Біздің кезіміздегі тәртіпті көрсе, қазіргілер істеп жүрген шаруасын тастап қашар еді.
Сұлтасовты көргеннен жаман болған жоқсыңдар ғой. Оның расы енді Олжеке. Сен жақсы жігітсің, Сапар. Мен саған анау даулаймақты қолдануға рұқсат бергім келіп тұр. Бірақ менің айтқандарымен келісесің. Олжеке, рұқсат берсең болды ғой. Не айтсаң да дайынмын. Қысқасы, пайда 60-та 40-қа бөледі. Әрине 60% маған, 40 саған. Сосын адам. Енді мені тыңда. Бұдан былай сен ештеңе айтпайтын боласың. Жасик, бәрін дұрыс жасадың. Енді екеуміз талай шаруаны атқарамыз. Олжекеңнің бізге керек жоқ. Мынаның енді денесі де керек болмайды. Көтер. 100 килограмм экраны жинау оңай емес. Бірақ братишкам үшін надо будет теңізді төгілмей өтеді. Келесі бөлімдерді Unico Play платформасынан көре аласыздар.